Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіндегі ғылымның пайдасы. Сабақтың оқу мақсаты: көркем шығармадағы көтерілген мәселені анықтау, шығармадан алған әсерін зерделеп, ой толғау, авторға, замандастарына хат жазу. «Ғылым таппай мақтанба» өлең туралы дерек айтып өтейін. «Ғылым таппай мақтанба» Абайдың 1886 жылы жазылған өлеңі. Көлемі 77 жолдан тұрады. Абай өз заманындағы жас ұрпаққа көкірегі сезімді, көңілі ойлы адамдарға үміт артып, олардың жүрегін оятып, оларды өзінің озат мұрат мақсаттарына тартуға ұмтылдырады. Жастардың өнімді еңбек етіп, ғылым мен білімге ұмтылуы, алға қойған мақсатқа жетуде табандылық көрсетуі, міне, осындай асыл қасиеттерді дәріптеу Абайдың бүкіл шығармашылық жолының біріне айналды. Абайдың бұл өлеңінен ғылымды үйренетін жастар өзінің алдына қандай мақсат қоюға тиісті екені туралы мәселе оны аса қатты толғандырғанын көреміз. Туынды ағылшын, араб, Әзербайжан, қарақалпақ, қырғыз, орыс, өзбек, тәжік, түрікмен, ұйғыр және тағы басқа тілдерге аударылған. Өлеңнің аудио нұсқасын тыңдайық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің, өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибрәтлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят, хадис емес қой, көпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Көп орында көрін айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Балалар, біз өлеңді тыңдау барысында мынадай ескі сөздермен таныстық. Ғибратлі, үлгілі, тәртіпті деген мағынаны білдіреді екен. Нәфрәтлі, жиіркенішті деген мағынада екен. Оқушылар, осы өлең бойынша мынадай сұрақтарға жауап беріңіздерші. Бірінші сұрақ: ғылымсыз неге мақтана алмаймыз? Екінші сұрақ: тағы нені адамның дұшпаны дер едіңіз? Үшінші сұрақ: автордың түйінді ойы қандай? Төртінші сұрақ: адам болу дегенді қалай түсінесіз? Балалар, өз жауаптарыңызды болжамды жауаппен сәйкестендіріп көріңіздер. Білімсіз адам қанатсыз құспен тең. Адам білімі болмаса, өмірден өз орнын таба алмайды. Екінші сұрақтың жауабы: жалқаулық, көре алмаушылық, көрсе қызарлық қасиеттер адамның дұшпаны. Үшінші сұрақ: автордың түйінді ойы көкірегі сезімді, көңілі ойлы адамдарға үміт артып, олардың жүрегін ояту, оларды өзінің озат мақсат мұраттарына тартуға ұмтылдыру. Төртінші сұрақтың жауабы: адам болу, адамгершілік қасиеттерді бойына жинап, ғылым білім үйреніп, үлгі боларлық іс-әрекет жасау. Балалар, енді тапсырмамен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырмамыз концептуалдық кестемен жұмыс. Концептуалдық кестенің бірінші бөлігіне шығарма атауын жазасыздар. Екінші бөлігіне Абай атамыздың атаған 5 асыл ісін жазасыздар. Үшінші бөлігіне
5 дұшпанды жазасыздар. 4-ші бөлігіне осы шығармадан қандай тәрбиелік мән мағына бар екендігін жазып өтесіздер. Балалар, өз жауаптарыңызды болжамды жауаппен сәйкестендіріп көріңіздер. Шығарманың атауы «Ғылым таппай мақтанба». Асыл іс, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Дұшпан, өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншек, бекер мал шашу. Өлеңнің тәрбиелік мәні жамандық көрсең жирен, жақсылық көрсең үлгі ал дегенді бізге Абай атамыз дәріптеген екен. Балалар, біздің екінші тапсырмамыз екі жақты күнделік әдісі арқылы жүреді. Кестенің бірінші бөлігіне өлеңнің өзіңізге қатты әсер еткен үзіндісін жазасыз. Екінші бөлігіне үзіндіде қандай қоғамдық әлеуметтік мәселе байқағаныңызды жазасыз. Жарайсыздар балалар, сіздер дұрыс жауап берді деп үміттенемін. Енді өз жауаптарыңызды болжамды жауаппен сәйкестендіріп көріңіздер. Өлеңнен маған әсер еткен үзінді. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз. Үзіндіден қандай қоғамдық әлеуметтік мәселені байқадыңыз? Жас кезде уақыт бөліп, ғылым білім үйрену керек, білімді адамдармен жақын араласып, үлгі алу керек, білімді болуға ұмтылу керек, егер білімді болсаң, дүние өзі келеді деген түйінді ойға келеді. Балалар, біздің келесі тапсырмамыз бекіту тапсырмасы. Шығармадан алған әсеріңізді зерделеп, замандасыңызға хат жазыңыз. Жарайсыздар балалар, мен сіздерді жақсы жазды деп ойлаймын. Үйге тапсырма «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін жаттау. Балалар, біз бүгінгі сабақта Абай Құнанбайұлының «Ғылым таппай мақтанба» өлеңімен танысып, шығармадағы көтерілген мәселені анықтадық. Білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар.